Әңгіменің жалғасы. Жаралы аққу 3-ші бөлім. Ендеше тыңда, сен қойғым келеді қояйық десең, мен қайда барамын жаным-ау? Мен қуанып отырмын, шынымен қуанып отырмын. Сендей көркіне ақылы сай қызбен аз уақыт болса да, сырлас сыйлас болғаныма қуанамын. Еш өкінбеймін, сен маған көп нәрсе сыйладың, саған ұнаймын деп жүріп, сенің жүрегіңді қайтсем де жаулаймын деп жүріп, біраз шаруа тыңдырдым. Ең аяғы әдемі киініп таза жүруге дағдыландым да сенің арқаң. Сен соны білесің бе? Сол үшін де саған ризамын. Сол үшін де саған қарыздармын, жаным. Кейде өзімнен өзім ойланамын. Бірақ миым жетпейді. Енді бәрі бітті ғой. Айтшы жаным, артыңнан небір сен тұр мен атайын дейтін сарбаз жігіттер жүгіреді ғой. Соның біреуіне де көз ілмей маған қалай ердің білгім келеді. Сіз ақыл-ойдың сезімнің адамысыз ғой. Сезімтал жансыз, сезіндіре аласыз. Сіздей адам енді маған кездеспейтін де білемін. Жан сырымды сізге ғана айтатынымды, сізбен ғана ашық сырласа алатынмын. Сіз өз ой-пікіріңізді ашық білдіресіз, ақылыңызды айтасыз. Көңілім қандай құлазып келсе де, сізбен әңгімелескеннен кейін керемет жеңілдеп қалатынмын. Сіздей адам сирек. Жаныңыздың тазалығы, адалдығыңыз ұнайды. Мен сізді талай сынадым. Шын жақсы көретініңізге, ыңғайсыз жағдайға қалдырмайтыныңызға көзім әбден жетті. Дәлелдедіңіз. Жалпы мен сізге сендім. Сенгендіктен кейін көңілімнің жібін құланы да рас. Жаныңызды тым шуақтығынан болар, қар сияқты қалай еріп кеткенімді өзім де білмеймін. Оған еш өкінбеймін. Мен де сізге ризамын. Мен де сізге қарыздармын. Бұдан былай, мен сенің ағаңмын, сен менің қарындасымсың. Аға мен қарындастық қарым-қатынаста боламыз. Сыйластық сезімге қалайық. Бәріне кінәлі сезім ғой. Жаның жарасымына іңгәлап қызылша сезім дүниеге келді. Бірақ енді бәрін жүрекке емес, ақылға салу керек, қоштасу керек. Бүгін болмаса, әйтеуір бір күні саған жылап тұрып, батамды беріп, бақыт тілеп қала беретінімді білгем, сезгем. Өйткені мен сені бақытты ете алмаймын. Керісінше бақытсыздыққа душар етуім мүмкін. Сен менің жүрегімнен өз орныңды алдың. Жеке өміріңдегі ең аяулы бейнелердің бірісің. Жылан сияқты жорғалап жерде жүрсем де, қыран сияқты көкте қалықтасам да, сені ешқандай ойымнан шығарған емеспін. Еш уақытта ұмытпаймын сол бір шуақты күндерді, сол бір мұңлы түндерді қайтып ұмытайын, қалайша есімнен шығарайын. Сен қос қолыңмен жүзіңді жауып отырып қалдың, ауыр күрсіндің. Мен де сізді ұмытпаймын. Сіз де менің жүрегімнен өз орныңызды алдыңыз. Әңгіме осымен бітті де, екеуміз де енді кездеспейтін болып жұмысқа келдік. Ештеңе істегім келмеді. Кабинетіме келіп оны-мұны қарағансып біраз отырдым да, есікті тарс жауып қайта шықтым. Басқыштың жанында мөлтиген қалпы қабырғаға сүйеніп тұр екенсің. Аға, үйге апарып тастаңызшы, дедің жанарың жәудіреп. Қиялмай қиналып тұрғаныңды сездім, бірақ қайрылғым келмеді. Асығып барамын, ренжімеші дедім де жүре сөйлеп. Ренжеймін. Даусың саңқ ете қалды. Мен ештеңе естімегендей, аяғымды жылдамдатып басып, қайрылмастан кете бардым. Я, қою керек, жап-жас қыздай ақылың жоғау, барып тұрған ақымақпын. Ақылымның деп кеуде көтеріңкі сондайсың. Жоқ, ақылды болсаң өзің-ақ қояр едің ғой. Әңгіме осымен бітті де, екеуміз де енді кездеспейтін болып жұмысқа келдік. Ештеңе істегім келмеді. Алланың құлы,
Адамның ұлы боламын десең, ең алдымен нәпсіңді тый. Нәпсіге ерсең еш уақытта опа таппайсың. Нәпсіге берілгеннің адамдық қасиетінен айырылғаның да деп біл. Адам боламын десең, ең алдымен өз нәпсіңмен күрес. Өз нәпсіңе тежеу сал. Ар мен иманды ойла. Шөлмек 1000 күнде емес, бір күнде сынады. Бір күні болмаса бір күні шаңырағыңның шаттығы бұзылып, абыройың айрандай төгілуі мүмкін. Бәрінен де қыз баланың тағдырын, абыройын, бақытын ойласаңшы, жауапкершілік сенің мойныңда. Бір күндік рахатты, бірер сәттік ләззатты күйттеумен жүріп, ғұмыр бойы арыла алмайтын күнәға батуың мүмкін. Өмір бойы өзіңді кінәлі сезініп, есіңе түскен сайын көзіңнен жас емес, қан сорғалауы ғажап емес. Ендеше енді ғашықтық сезімді сыйластық сезімге ұластырып жіберуім керек. Иә, солай. Арада 2-3 күн өте шықты. Мен үшін өте ауыр күндер болды. Көңіл хошым болмай, қамыға жабығып жүрдім. Сені көрсем жүрегім аттай тулап қоя береді. Жаныңа жетіп барғым келеді, сөйлескім келеді, сыр ашқым келеді, сырласқым келеді, бірақ өзіме өзім тежеу салып басу айтамын. 36-ға келдің, біле білсең. Бұл жігіттің ағасының жасы. Өзімізді өзіміз қолдан жасартып жүргеніміз болмаса, енді көп ыржыңдап тыржаңдауға болмайды. Ер адамға ырбаңдау жараспайды. Алтыннан да қымбат, әз уақытта құр елтең-селтеңнен өткізбей, үнемі өнегелі бір ыс тындыруға тырыс. Дөңгеленген дүние сен үлгеріп қалсын деп қарап тұрмайды. Дөңгелей береді, білінбей өте береді, өте шығады. Ойланатын жасқа келдің, ойлану керек. Осындай ойларға беріліп, өзімше жағымсыз деп санаған ескі әдеттердің бәрінен арылуға тырысып, сенімен арамызды бір жолата суытуға белді бекем будым. Я Алла, мықты ғып жаратып едің, мықтылықты бер деп қоямын іштей күбірлеп. Қанша жерден өзіме өзім серт беріп уәде етсем де, миымнан мүлде шығарып тастағым келсе де, шырмауықтай шырмалтып ойыма орала бересің. Көңілімде жаңғырып сұлу сұлбаң келбеңдеп көз алдымнан кетпейді. Сондай бір ой теңізінің иірімінен еріліп, тереңіне батып, мұңдана мұңайып отыр едім. Сізді бастық шақырып жатыр, деді хатшы қыз келіп. Бас редактор қызылға түсер бүркіттей қомданып отыр. Қас қабағы қатулы, жауар бұлттай түнеріп алған, кірген бойда сәлемімді де алмастан дүрсе қоя берді. Осы сен не істеп жүрсің өзі? Бөлмеңнің жұмысы мүлде тоқтады. Бөлімнің жұмысы мүлде тоқтады. Еш ұсыныстарың жоқ, идея тастамайсыңдар, дым жұмыс істемейсің дер. Болыңдар, маған ерегіскендей түк жазбай кеттіңдер. Газеттің бетіне өз аяғымен келген мақалалармен толтырып әлекпіз. Қашанғы авторларға арқа сүйей береміз, өздерің жазсаңдаршы. Жазу қолдарыңнан келеді ғой. Бір жағы өздеріңе тиын тебен болады деп сөзін екпіндетіп келіп, ұзақ сонар ақыл айтты. Аға, біраз болды, ауырып жүредім дедім, ұялған түк тұрмастан кепімен көмілсей тіл қатып. Енді істейміз, жазамыз. Бәсе, түсі жылай бастады. Жырқылдап жүруші едің, кейінгі кездері неге томаға тұйықталып кеттің десем, бәсе. Редактордың бөлімшесінен шыға бере состиып тұрып қалдым. Хатшы қыздың жанында бір топ қыз үйіріле қалыпты. Әлденені қызу талқылап жатқан сияқты. Сен әңгімеге араласпай шеттеу тұр екенсің. Қара кофта, қара шалбар, қара туфли киіп алыпсың. Сымбатты да көрікті қызға не кисе де жараса береді-ау деп ойладым іштей. Қара киім киіп алса да қараңғыға жарық шашар май шамдай жарқырап тұрғанын қарашы. Кідірістеп қалғанымды сездің бе? Тура көзіңді көзіме қадай жалт қарадың. Жасындай жарқ еткен мұңлы жанарың жай отындай жалын атып тұр. Мұндай сырлы көз қарасты бұрын сонды көрген емеспін. Қас пен көздің арасында көп сыр айтып үлгерді. Мен сізді сағынамын, қимаймын, қоштасқым келмейді, кездескім келеді, тағы да кездесейікші дейтін сияқтысың. Жүрек тұсым
шаншып өтті. Ләм-мим деп бір ауыз сөз айта алмадым. Ештеңе ұқпаған адамдай үн-түнсіз бұрыла бердім. Кабинетімді сенімен үнсіз сырласып ұзақ отырдым. Мен де сені жанымдай жақсы көремін ғой жаным, сағындым. Күнде көріп жүрсем де алыста жүргендей сағынып жүрмін. Мен де қимаймын, жоғалтқым келмейді. Сені қоштасқым келмейді, кездескім келеді тағы да. Бірақ екеуміздің өміріміз екі бөлек қой. Сенің өз тағдырың, менің өз тағдырым бар. Маңдайдағы жазудан ешкім де ұзап кете алмайды. Сондықтан жанымыз қанша бірге десек те, жүрегіміз қанша егіз десек те болмайды ғой. Жаным, болмайды, білесің бе? Жаным, қоюымыз керек бәрін. Қайта-қайта көзіме жас тығыла береді. Осылай толғана толқып отырғанда Әлия кірді. Күлімсіреп екеуміз өмір жайлы сыр шертісіп ұзақ отырдық. Бір кезде сен кірдің. Қабағың түсіңкі, мен кезекші едім. Сылбыр басып келіп, оқыңыз деп дайын беттерді үстелімнің үстіне қойып кеттің. Сәлден кейін оқып жатырсыз ба деп тағы кірдің. Жаныма жақындап келіп, Әлияға қолтаңба жазып берген кітабымды қолыңа алып, алғашқы бетіндегі жаным деп басталатын жазуларды оқыдың да тіл қатпастан бұртиып шығып кеттің. Сүт пісірімдей уақыт өткеннен кейін тағы келдің. Қолыңда газеттің компьютерден жаңа шыққан беттері бар. Оқыңыз деп алдыма тастай салдың да бұрыла бердің. Қарасам бір бетің шеті бүктеулі тұр қызыл сиямен. Қызғанады деп ойламайсыз ба деп баттиып жазып қойыпсың. Шыдай алмай күліп жібердім. Не болды ағай, деді Әлия сұраулы жүзбен. Кешірші жаным, жай әншейін ойыма бірдеңе түсіп кетті. Ондай бәріміздің басымызда болады. Мен бір нәрседен қорқамын, дедім әңгімені басқа арнаға бұрып келіп. Неден? Ғашықтықтан, ғашық болып қалудан, ғашықтықтың азабынан. Неге олай дейсіз? Өмір қызық екен ғой жаным, өзім жақсы көріп үйленген әйелім. Бала шағам бола тұра жап-жас бір қызға ғашықпын. Өлердей ғашық болып қалдым. Ғашықтықтың азабын тартудай-ақ тартып жүрмін. Ғашықтықтың ғаріптық екенін кім білген? Әдейі айттым, өйткені оның сөзі мені көз қарасынан маған деген бір бал сезімін ояна бастағанын сездірді. Сол бір қызыл шаққа сезімнің жарық дүниеге іңгәлай келгенін қаламадым. Жатырында тұншықтырып өлтіргім келген, өйткені бұл сезімде маған бақ әкеле қоймайтынын білдім. Білгендіктен де алдамшы сезімге бой алдырғым келмейді. Мен оны жанымдай жақсы көремін, сондықтан да оның болашақ тағдырына көп алаңдаймын. Бақытты болса екен деймін, бақытын тапса екен деймін. Егер мен сүйген сол қыз бақытты болса, мен де бақыттымын, ал бақытсыз болса, мені де бақытсыздығым кездестік. Құдай кездестірді, оған еш өкінбеймін. Бірақ енді қою керек, қоштасу керек. Білем, бәрін білем, сұлу екен. Әлия үнсіз орнынан тұрып қайтуға бет алды. Мен оны сыртқа есіктің алдына дейін шығарып салдым. Ол қоштасқысы келмей қипақтап сәл тұрып қалды да бір сәт жүзіме тіке қарады да жымия түсіп қолымды қысты. Мен тақап келіп ернінен сүйдім. Аман жүрші жаным, сізді де амандығыңызды тілеймін. Ол елжірей бір жымиды да жүре берді. Ішке кіре бере сені көрдім. Түк болмағандай жанымнан жанай өтіп бара жаттың. Аппақ білегіңмен шап беріп ұстай алдым. Не, ренжіп қалдың ба? Жоқ, қайта сізді ренжітіп алдым-ау деймін. Мен, кешіріңіз, енді өйтпеймін, білмеймін. Неге олай істегенімді дедің. Мұңайыңқырап, сіз оны әдейі шақырдыңыз ғой. Жоқ, ол өзі келді. Шын айтам. Алланың атымен ант етемін, ол өзі келді, дедім кінәлі адамдардай ақталып. Бұлай қарасаң, сен менің ештеңеге емессің ғой. Бірақ мен де сені өлердей қызғанамын. Маңыңа еркек атаулы жақындап кетсе болды. Қызғаныштың қызыл иті сумаңдап жаныма жай таптырмай кетеді. Ештеңеңіз емес екенбіз ғой. Ендеше мен сөзіңді аяқтатпай іліп алып, жоқ жаным, түсінсеңші, жүрші, сыртқа шығып сөйлесейік. Паркке келші, мен сонда боламын, дедім. Жөбелете, сіз бара беріңіз. Мен саябақтағы
алып теректің тасасына келіп тұрдым. Сен де артымнан іле-шала шықтың. Менің саған деген сезімім сұмдық алапат қой, тас жарып тау қопаратындай ғаламат, дедім жақындап келгенде. Мен жазушымын, бұны жазуым керек, келер ұрпақ білу керек. Әлі екеуміздің махаббатымыз туралы аңыз тарайды, қозы бен баян сияқты жырға қосады. Иә, аллай, адамды да осылай жақсы көруге болады екен-ау, бұл махаббаттан да асқан асыл сезім ғой. Махаббаттан асқан қандай асыл сезім болуы мүмкін? Болды, дедім сөзімді нықтап, бұл менің ұлы сезімім. Көзіме көзіңді қадайып мейірлене бір қарадың да бас салып құшақтай алдың. Еркелей басыңды иығыма қойдың. Біз табыстырған Алла ғана ажырататын шығар, дедің жаймен ғана. Бұндай сөз күтпегендіктен болар, не айтарымды білмей, аз уақыт үнсіз состиып тұрып қалдым. Көңілім желді күнгі теңіздей толқып кетті. Елжірей шашыңнан сипадым. Жаным, жылатасың ғой. Міне біз осылай қайтадан салқынқанды ақылды ысырып қойып, сылаң қаққан сылқым сезімнің жетегіне еріп кете бардық. Бір-бірімізді қия алмай, бір-бірімізден кете алмай жасырын кездесіп жүріп жаттық. Бірақ мені көбінесе сенің болашақ тағдырың көбірек ойландыратын, толғандыратын, бақытсыздыққа душар етем бе деп де қорқатынмын. Бақытты болғаныңды шын жүрегіммен қалайтынмын. Ей Алла, бар екенің рас болса, маған жұдырықтай жүрегің ұсынған осы қызды бақытты ете көр деп жаратқаннан жалбарынатынмын. Сізге жолықтырған тағдырға еш өкпем жоқ, бақыттымын деуші едің жайраң қағып. Сізге жолықтырған тағдырға еш өкпем жоқ, бірақ мұның алдамшы бақыт екенін мен жақсы білетінмін. Сен шынайы бақытқа бөлей алмайтынды ойлап, бұл жүрісімізді қоймасақ болмас дейтінмін ақылым кіріп қалған кездерде. Аға, өмірдің өзі-ақ әлі сізбен бізге екіге айырып жібереді. Айырылғымыз келмесе де ажырауға тура келеді деуші едің-ау ондайда. Күн артынан күнде зулап өтіп жатты. Зымырандай зымыраған уақыттай, 3 жылдың 3 күндей болған, қалай жылдам өте шыққанда білмеймін. Бақыттың шуағына молынан шомылып, сезім шарабын мейлінше қанып ішкен қимас күндер еді. Сол күндер мен оны қалай ұмытайын? Ұмыту мүмкін емес, мәңгілік естен кетпес сәулелі сәттер, шұғылалы шақтар ғой ол. Бірақ біздің бұл алдамшы бақытымыз ұзаққа созылмады. Өйткені бір-бірімізді қанша жақсы көрсек те, бір-бірімізге қанша ғашық болсақ та, мәңгі бақи қосылмайтын қос өзен сияқты едік. Мен сені бақытты ете алмайтынымды білсем де, бақытты боларыңды сезгем. Сендей қыздың бақытты болмауы мүмкін емес. Кездесуімізді 3-ші жылға күзінде сен Ардақ есімді жігіт етегінен ұстап, шырайлы Шымкентке келін болып кете бардың. Екеуміздің жолымыз екі басқа деп айтушы едім ылғи. Иә, солай болды да, өзің айтқандай өмір өз дегенін істеді. Өз жартыңды тауып, өз жолыңмен, өз жөніңмен кете бардың. Екеуміз кездескен соңғы түнде есіме де алғым келмейді. Не деген қараңғы, не деген қорқынышты, не деген ызғарлы түн еді. Ай да жоқ, жұлдыздар да жым-жылас жоғалып кеткен. Таңның қалай атқанын да білмей, жібі түзу сөз де айта алмаппын-ау. Тек сенің мен сізді еш уақытта ұмытпаймын. Бейнеңіз көңілімнен түпкірінде, есіміңіз жүрегімнің төрінде мәңгі бақи сақталады. Көңілімнен өшпейсіз, жүрегімнен сөнбейсіз. Мен сізді ақ адал махаббатыңызбен өмір сүремін дегенің құлағымда мәңгіге жатталып қалып қойған. Сенің көз алдымнан бақ құсындай жыраққа ұшып кеткенің жүрегімді ауыртса да, бұл мен үшін қайғы емес, қайта қуаныш. Қыз баланың теңін тауып, өз жолымен кеткені қандай бақыт. Иә, мен саған бақыт тілеп қала бердім. Содан бері хабарласқан емеспін. Мазалағым келмеген. Тек ұлды болғанын ғана телефон шалып құттықтадым. Енді міне бүгін өзіңнің туған күніңде хабарласып тұрмын. Іштегі ащы запыранды сыртқа шығарғанда да, сол бәрін еске түсіргенде де, сол сенің туған күнің, сенің дауысың, сенің сөзің. Неге кештеу тудың екен? Менің кештеу жолықтырған арманымдай ақ құсым. Бақытым дедің-ау бүгін тағы. Иә, мен де бақытсыз емеспін. Сенің бақытты болғаның үшін бақыттымын.
шаттығы ұйыған шаңырағым бар, асыл жарым, ешкімге де ештеңеге де айырбастамас аяулы ұл-қыздарым бар. Бірақ бұл өмір ғой, өмірде не болмайды, бәрі де болады екен ғой. Күні бойы жайым болмай мазам қашып, жұмыстан ертерек шықтым. Ақырын аяңдап қарсыдағы баққа келдім. Бақ ішінде сарғайған жапырақтар жапқан жартылай жалаңаштанған тал теректің бұтақтарын ырбиып көріксіз күйге түскен жапырақсыз ағашты дән да сәні кірмей екен-ау. Бақ ішіндегі хауызда бір-біріне жанаса қос аққу жүзіп жүретін. Біреуін бір қанаты сынық еді-ау. Су бетінде салбырап жатқан, қайда кететінін, қайдан келетінін білмеймін. Жылқысы сияқты суық түссе жоқ болып кететін де күн жылына қайтадан пайда болатын. Осы бақ ішінде, дәл осы жерде алғаш рет маған деген сезіміңнің бір жарып, бүршік ата бастағанын аңғарып едім, сезініп едім. Бәрі әлі есімде, сол күнгідей көңілімде сайрап тұрды. Бір жапырақ қағазға сыртқа шығып кетші деп жазып, қолыңа ұстаттым да өзім шығып жүре бергем. Дәл бір менің шақыруымды тағатсыздана күтіп отырғандай, артымнан ілесе сен де шықтың. Екеуміз сонда осы жерге келіп алғаш рет жүрек қылын шерткендей болып едік. Алғаш рет қолыңнан ұстап, шашыңнан сипап, маңдайыңнан иіскеп едім. Ең алғаш бетіңе бетім тиіп, сен тараптында да жылылық сезініп едім, сезіндіріп едің. Ең алғаш, тек ол кезде күлімдеген көктем еді. Ал қазір күреңкіткен күреңкөз, сол күні табиғатта ерекше нұрланып еді-ау. Бүгін түксие түнеріп тұрғанын қарашы. Қалың ойдың құшағында тұрып, жаңбыр жауып кеткенін де байқамаппын. Кәдімгі Алматының ақ жауыны құйып кеп берсін. Күн күркіреді, шатыр-шұтыр етіп, найзағай жарқылдай кенет бір талдың түбіне шоқиып отырған көк көптерге көзім түсті. Қанатын кеудесіне қусыра түсіп, судан шыққан саршұнақтай бүрсіне қалған жан-жағына жәутеңдей қарап қояды. Жаңбыр құйып тұр, үсті басым малмандай су болғанына қарамастан, бұл жерден кеткім келмеді. Кете алмай бөгеле тұрдым. Күндей күлімдеп, талдардың арасынан сен шыға келетін сияқтысың. Бұл тарихи жер, сенің алғаш бәк сезіміңді сезінген жер дейтінмін осы маңға келген сайын. Ескерткішмен бұл жер емес, жүрегіме қоямын. Мен сізге әлде қашан қойып қойғам, сенбесеңіз жүрегімді ашып қараңыз дейтінсің, сылқылдай күліп. Кіп-кішкентай жүрегімнің ішінде сіздің алып бейнеңіз тұр. Сенің де нұрлы бейнең жүрегімді, көңілімде, ой санамда мәңгіге қалып қойды. Алыста болсаң да қасымда жүрген сияқты кейде міне осылай ойша сырласамын, мұңдасамын, кездесемін. Ілби басып келіп машинама отырдым, кілтті қосып оталдырдым. Радиодан ән әуелей жөнелді. Аңсаудан арыла алмай, сезімге табынып, көз ілмей, ойлай мен сені сағынып жүрмін. Сағындым сені.